Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, дастарханыңыздың сәнін ашатын, үй жағдайында жасалатын рафаэлло дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге кукурузный палочка қажет болады. Мен бір пакетегін қолдандым. Осылай ыдысымызға салып, жақсылап тұрып қолымызбен еземіз. Барлығы ұнтатылуы қажет. Мінекей жақсылап осылай барлығын езіп алдық. Енді үстінен сгущенканы құямыз. Мен жарты банка сгущенка қолдандым, яғни бір пакетик кукурузный палочкеге жарты банка сгущенканы құйдым. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Бір-біріне жабысу қажет, яғни біз қазір шариктер жасайтын боламыз, сол кезде бір-біріне жабысып біркелкі болу қажет. Мінекей дайын болды. Енді рафаэлло дайындай берсек болады. Бізге осындай кокосовый стружка қажет болады, және де кекстарға арналған қағаз қажет болады. Енді барлығын дөңгелек етіп, осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Егер де барлығы бірдей болсын десеңіз, таразының көмегімен өлшеп алуға болады. Дөңгелек етіп жасағаннан кейін осылай кокосовый стружкаге барлығын аунатып, жаңағы қағазымызға саламыз. Егер де грецкий орех немесе миндальный орех болса, ортасына салсаңыз өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай барлығын жасап шығамыз. Менде бір пакетик кукуруздан 20 шақты рафаэлло шықты. Мінекей достар, біздің рафаэлло дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.